Мектеп жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін мекеме. Білім беру жүйесінің негізгі буыны. Басты нысаны балаға сапалы білім мен саналы тәрбие беру. Қабижан Абаханов атындағы орта мектебі Индер ауданындағы іргелі білім ордаларының бірі. Заман талабына сай безендірілген мектеп, дәлізі жарық, жайлы сынып бөлмелері соңғы үлгідегі талғаммен жабдықталған. Мектеп кітапханасы мен асханасы, алғашқы әскери дайындық кабинеті қайта жаңғырту, модернизациядан өтіп жаңартылды. Мектепте жаңа үлгідегі интерактивті тақтамен жабдықталған 2 мультимедиа лингафон кабинеті, химия, физика, биология, математика кабинеттері жұмыс жасайды. Мектепте 100 орындық асхана, 120 орындық акт залы бар. Әр оқу жылы сайын жетістіктерге жетіп жүрген білім ордасы тарих қойнауына енгелі тұрған 2024 жылда да толағай табыстарға қол жеткізді. Айта берсе, белгілі уақыт өлшеміне сыймайтын көптеген жетістіктеріміз алдағы жұмысымызға тың серпін беретіні сөзсіз. Аудандық сайыстарды айтпағанның өзінде оқушыларымыз облыстық, республикалық сайыстарда жүлделі орын тұғырынан көрінді. Тамыз айында оқу жылы қорытындысымен таланттарды анықтау және қолдау орталығының жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурсында шығармашылық байқауларда дарынды шәкірттері жетістікке жеткені үшін үздік мектеп 2024 номинациясымен марапатталуы мектеп ұжымының тынымсыз еңбегінің жемісі болса керек. Мектеп басшысы Рахметуллина Нұржамал Қазақстандық оқу ағарту және жоғарғы білім қызметкерлерінің салалық кәсіподағы қоғамдық бірлестігінің әлеуметтік әріптестікті дамытуға қосқан үлесі үшін төсбелгісімен марапатталды. Физика пәні мұғалімі, шығармашыл ұстаз Төлеуова Маржан таланттарды анықтау және қолдау орталығының талантты ұстаз 2024 төсбелгісін иеленсе, жыл қорытындысымен аудан бойынша жыл үздіктерін анықтауда білім саласының үздігі 2024 номинациясын иеленді. Шәкірттері республикалық деңгейдегі білім сайыстарында жүлделі орындарды иеленген Қабышев Нұрмұхан, Төлеуова Маржан, Жәрдемова Қалима, Мұхамбетжанова Жанар, Саумекова Жанар сынды ұстаздарымыз жыл ішінде марапатталды. Математика пәні мұғалімі Шамсуддинова Гүлбану облыстық математикалық регата байқауында алғыс хат, облыстық педагогикалық идеялар панорамасында 2-ші орын, дарынды балаларға талантты ұстаз республикалық олимпиадасының облыстық кезеңінде география пәні мұғалімі Асылханов Нұрзат 3-ші орын, мектептің педагог-психологы Алмагүл Қыстаубаева үздік жыл психологы республикалық кезеңінің облыстық байқауында мәртебелі психолог номинациясын, мектеп тәлімгері Ароева Әсемгүл облыстық жыл тәлімгері 2024 байқауында 2-ші орын, Жәрдемова Әсима облыстық балалар әдебиетінің бәйтерегі кітап оқу байқауына жетекшілік еткені үшін алғыс хат иеленді. Атырау облысының волонтерлық қозғалысына қосқан үлесі үшін үздік ауылдық волонтерлық топ номинациясымен Қабижан Абаханов атындағы орта мектебінің мейірім волонтерлық ұйымы марапатталды. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын шәкірт тәрбиелеуде өзгенің бақытын аялап, өз уақытын аямай еңбек етіп жүрген ұстаздар қауымы өресі биік, өнері алуан шәкірттер тәрбиелеуде. 2024 жылдың қаңтарында 9-11 сынып оқушылары арасында өткен жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық олимпиадада Қайыржан Қарақат қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 3-ші орын алып, марапаттау шарасына қатынасып келсе, Төлеген Аслан олимпиаданың облыстық кезеңінде география пәні бойынша жүлделі 3-ші орынды иеленді. Дарынды шәкіртіміз Нұрмұхан қызы Нұрайым ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиадада Астана қаласында өткен республикалық кезеңде физика пәнінен 3-ші орын, 25-ші республикалық абай оқулары байқауында 3-ші орын, республикалық ғылыми жобалар конкурсының физика секциясы бойынша 2-ші орын жүлдегері болды.
Жетістіктерінің нәтижесінде таланттарды анықтау және қолдау орталығының дарынды оқушы номинациясымен марапатталды. Шәкіртіміз Оңдасын Халида облыстық Махамбет оқулары байқауының Ұлы арман Махамбет шығармаларынан иллюстрациялық суреттер салу бағыты бойынша 2-ші орын, облыстық Фариза оқулары байқауының Фариза шығармаларынан иллюстрациялық суреттер салу бағыты бойынша 1-ші орын иегері атанып, аудан мерейі үшін өз үлесін қосты. Оқушыларымыз Ибат Жарқынай ауыл мектептерінің оқушыларына арналған олимпиаданың қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша республикалық кезеңінде 3-ші орын иегері, Мәдениетұлы Нұрасыл 19-ші Зерде республикалық 2-7 сынып оқушылары арасында зерттеу жобалары конкурсының 3-ші орын жүлдегері болып, облыс намысын қорғады. Республикалық экологиялық жобалар конкурсының облыстық кезеңінде Абай Аяру, Сайлау Кәусар, Байболсын Назым 3-ші орынды иеленді. Талантты оқушыларымыз Төлеген Арайлым республикалық балалар оқулары байқауының облыстық кезеңінде ғасырлар тарихты жырлайды тақырыбында жасөспірімдерге арналған кітаптар бағыты бойынша 3-ші орын, ауыл олимпиадасының облыстық кезеңінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 2-ші орын, ауыл мектептерінің оқушыларына арналған олимпиаданың қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша облыстық кезеңінде 3-ші орын. Төлеген Жайдарлым жалпы білім беру ұйымдарының 8-10 сынып оқушылары арасында өткен республикалық балалар оқулары байқауының облыстық кезеңінде ғасырлар тарихты жырлайды тақырыбында жасөспірімдерге арналған кітаптар бағыты бойынша 3-ші орын иегері атанды. Мектеп мақтанышы, өнерпаз ақын оқушы Кенжебек Нұрхан облыстық жыр алыбы Жамбыл ақындар сайысында 2-ші орын, Ильяс оқуларының облыстық кезеңінде Ағынды менің Ақсуым бағыты бойынша 1-ші орын, республикалық кезеңіне қатынасып сертификат иеленсе, республикалық қола домбыра оқушыларының айтысында облыстық кезеңінде 2-ші орын алды. Нұрханның облыстық теледидардан берілетін дарынды оқушы хабарында кейіпкер болуы мектеп, ауыл, аудан мерейін асырды. Меңдеш Тәуекел мектеп жасына дейінгі балалар арасында өнеріміз саған Қазақстан облыстық фестивалінде 2-ші орын, Нұржан Делназ облыстық балалар әдебиетінің бәйтерегі кітап оқу байқауында 3-ші орын, Оңдасын Кермеқас менің отаныма, менің бастамам республикалық шығармашылық жобалар байқауының облыстық кезеңінде менің отбасым сабақтастық, құндылықтар мен мағыналар номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орын. Мұстафа Розанна Қазақстан балалары шексіз әлемде балалар киносының облыстық кезеңінде үздік фильм номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын. Жәнібек ұлы Нұрсәт Талап Абзал Айдос Жұлдыз облыстық айбын 2024 әскери спорттық сайысында 1-ші орын. Тәртіп сақшысы облыстық байқауында Қабижан Абаханов атындағы орта мектебінің жалын тобы 2-ші орын алуы оқушылардың мектеп қабырғасында өткізілетін әртүрлі бағыттағы сайыстарда биік межені бағындырудың озық үлгісі. Жасұлан 2024 аудандық әскери патриоттық клубтарының слетіне қатынасқан оқушыларымыз алғашқы әскери дайындық пәні Өтегенов Қылышбайдың жетекшілігімен 1-ші орынды иеленді. Спорттың әр түрінен өткізілетін ұлттық мектеп лигасына 7-8 сынып қыз оқушылары волейболдан ауданда 1-ші орын алып, жетекшісі Ағерке Фазылова облысқа жолдама алды. 9-11 сыныптың қыз оқушылары футзалдан 2-ші орынды алып, жетекшісі Мәдениет Төлепов жеңіс тұғырынан көрінді. Жыл ішінде өткізілген семинар-тренингтер, шеберлік сыныптар мен пән апталықтары тәрбиелік мәні бар мазмұнды шаралардың берерде мол болды. Соның ішінде ең маңыздысы аудандық білім бөлімінің жоспарына сәйкес ұйымдастырылған дарынды, қабілетті оқушылардың жұмысын насихаттау, тарату, үлгі етіп, тәжірибе алмасу мақсатында шәкірт шыңы, ұстаз жемісі тақырыбындағы аудандық семинар болды. Семинарға аудан бойынша мектеп директорының әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасарлары, ғылыми қоғам жетекшілері,
мұғалімдер және ғылыми жұмысқа қызығушылығы бар оқушылар қатынасты. Семинарда республикалық 2-7 сынып оқушылары арасында зерде жобалар байқауы, 8-11 сынып оқушылары арасындағы ғылыми жобалар байқауында жүлдегер атанған оқушылар жұмыстарын қорғады. Аулан мектептерінен республикалық ғылыми жоба байқауына қатынасқан 8 оқушының 5-еуі Қабижан Абаханов атындағы орта мектебінен болуы үлкен жетістік. Биыл мектебіміз есімін иеленген ұлағатты ұстаз Қабижан Абахановтың туғанына 130 жыл толуына орай мектебімізде ұстаз тұлғасы ұрпақ жадында тақырыбында апталық ұйымдастырылып, Абаханов атындағы сынып бөлмесі мен парта жасақталды. Мектеп мұғалімдерінің қолдауымен Қабижан Абаханов атындағы арнайы жүлде тағайындалып, оқу жылы соңында 8 ай ішінде 8 кітапты оқып, арнайы тапсырманы орындаған үздік оқырманға бағалы сыйлықтар тағайындалды. Менің мектебімнің тарихы, Қабижан Абаханов мектебі менің сүйікті мектебім тақырыптарында сынып сағаттары өткізіліп, мектеп ұстаздары мен оқушылары Абаханов атындағы сынып бөлмесіндегі арнайы көрнекілік арқылы ұстаздың өмірбаяны, естеліктер, жазған хаттары мен киген киімдері, сағаты туралы мәліметтермен танысты. Ұлы ағартушы, ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлынан дәріс алған Қабижан Абахановтың есімін мақтанышпен айтамыз. 2024 жылы аудан бойынша да, облыс көлемінде де үздік мектеп атағы мен кубогын иелену ұлағатты ұстаз Қабижан Абаханов есімін асқақтатуға қосқан мектеп мұғалімдері мен оқушыларының үлесі болса керек. Игі істер жалғасын тауып, еліміз аман, ұрпағымыз саналы, білімді болғай.